өмірде жол болғыш адамдардың қатарына қосыламын. Мысалға бір мегаға барсам есік өзінен ашылады деген сияқты. Мен байғұс ешқандай студияға кірмей, өнер академиясына оқымай, жалықпайды екенсің. бармай, просто сол кезде Астанаға келіп, әшейін шығып деп звезда болып кеткен адам ғой мен. Көрдіңіздер ме? Өмір әділетсіздігі осы жерде байқалып қалады. Ош. Қатқасын қырып тастам. Ай, балам, ұялдың. Шаштарын шамал дүзетіп, бүйтіп жүрсейші. Қанат, Қағып, бұлай. шайға. Жүрсе ішеміз. Құрметті қызылордалықтар, егер сіздің ақшаңыз жоқ, бірақ сіз бизнес бастағыңыз келсе, онда біздің Зай финансқа келіңіз. Біз сізді күтеміз. Қанат, осылай жүре бересің ба? Жоқ, киініп алам, не болды? Жоқ, жұмысыңды айтам. Осылай жұмыссыз жүре берсең, бір күні киетін киім таппайсың. Жақында театр, бәрі ашылады деп жатыр ғой, шыдасайшы мал. Қашанғы шыдаймыз? Жұрттың бәріне қарыз болып біттік қой. Адам құсап көшеге де шыға алмай қалдық қой. Не бар көшеде? Рахат қой, отыра бермейсің ба үйде? Қанат, может, ауылға барамыз, а? Қанат Әлжаппаров басымен ауылда жүрейін еді. Қойшы сен де қайда қалады? Ойбай, сен сол Әлжаппаров қылған ауылың емес па? Не бар ауылда? Не бар? Айтшы, не бар? Достарың бар. Ең құрғанда тіршілік бар ғой, тіршілік. Ауылда ғана ішетін достарымды айтып тұрсың ба? Жақсы ма саған ауылға барып мен арақ ішіп жүрген? Ой, қалада жүріп, арақ ішпей жүрген адам ұқсап айтпашы маған. Ішпеймін мен қалада арақ. Қалада мен виски, сондай коньяк, текила ішем. Мен арақ ішем, асқазаным ауыратын болыпты қазір. Сен не істесең де өзің білші, мен ауылға кетем болды. Болды, мен айттым, бітті, қалада боламыз. Онда жұмыс тап. Ашылады деп тұр ғой, шыдасай сен де. Қанат, или сен бүгін жұмыс табасың, или мен ауылға кетем. Болды, точка. Мына қатынның қасында отырып тамақ ішемейді. Ішесің ғой сенің қасында отырып. Қанат, қалайсың? Қанат, көмектесеші, коробканы кіргізіп жіберейік. Ақыры бос жатсың ғой үйде. Көмектесең, каждый коробка 5000. Не 5000, ақша ма? Енді сен сауап бере алмайсың ғой маған. Жазып қойсаңдаршы, кейін төлеймін. Болмайды, сізге бастық қарызға бермесін деді. Мен постоянно осы жерге жазып жүр, бастығын айтшы, білет. Вот именно постоянно жаздырып жүрсіз. Бір төлегеніңізді көрмедік қой. Жарайды, онда мен сендерге бір күшті реклама жасап берейін. Парақшаларың қандай? Керек емес аға, ақшасын төлеңізші. Сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Егер де сіздерге дәмді ас іздесеңіздер, төменге жазып кетем, хабарлассаңыздар болады. Какой-то вайнерлерде жасап жатыр ғой реклама. Енді олар қазір трендте ғой, сізді тек кемпір шалдар қарайды. Ақшасын төлеңізші. Қарындас, менде ақша жоқ. Жазып қойсашы. Жоқ ақша. Охрана! Сендер адам абыроймен беделіне қарап сыйламай, адамгершілігіне қараңдар. Какой-то охранник. Ваш па?
қылады бензин өткен аптада ғана құйдым ғой 5 литр. Байқұса, жағдайыңыз қиын ба? Сіздерден кредит алайын деп едім. Сізге қанша керек? Білмеймін енді, барынша шыққанынша көрсеңізші. 5 миллион, 3 миллион, 200 мың, қанша бар сонша? Жарайды, жеке куәлігіңізді беріңіз. Сізге отказ шықты? Жақсы болды. Қанша шықты сонда? Отказ шықты. Отказ шықты деген берілмейді деген. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Бензинге ақша бар ма сізде? Ассалаумағалейкум, Қайреке. О, Қанатжан, ассалямағалейкум, как ты, любимый? Я Қайреке, мынау не болып кетті өмірі алаңсыз. Я той жоқ, я концерт жоқ. Қаңқып кеттік қаласыз. Бітті ма осы? Бола ма өзі? Не болайын деп отыр өзі? Шүкір де, Қанат, шүкір де. Ой, қаяқтан шүкір дейсің? Жаңа банкке барғанмын ғой. Отказ деп тұр ғой маған. Не істеуге болады өзі? Осы лицоны пайдаланып неге бизнес аша алмайсың, Қанатжан? Қандай бизнес айтыпсың, Қайреке сен? Мына жақта бензинге ақша таппай жүрген жоқпын ба мен? Ауылда чиновниктарың жоқ па? Таныс ақша шығарып беретін. Кто не рискнет, тот не пьет шампанское. Мен шампанский ішпеймін ғой. Асқазан ауырады ғой, Қайреке. Қайреке, не ғой, сенде бензинге ақша бар ма шамалы? Қайреке. Ағаны шығарып берген үшін рахмет. Арама ғой. Жақсы көрсеңіз аға. Жолдарың болсын. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Назатымды қоя салсам бола ма аға? Қоя сал. Қалыңыз қалай аға? Қанатжан, көрінбей кеттің ғой. Біраз болды аға. Соңғы рет сіздің қызыңыздың ұзату тойынан кейін көріп тұрғаным осы. Ол қыз ажырасып кетті. Ой, мен кінәм жоқ шығар енді оған. Тағдыр ғой. Не шаруамен жүрсің? Аға, енді қазір боспын, үйде жатырмын, істейтін жұмыс жоқ. Бірдеңе бастау керек болып тұр. Сіздерді жас кәсіпкерлерге қолдау көрсетеді дейді. Содан көмек сұрап келіп тұрмын аға, сіздерден шыны керек. Көмектесеміз ғой. Алмақтың да салмағы бар демекші, ырымдайсың ғой енді. Аға, біз онсыз ырымшыл халықпыз ғой біз деген. Ырымдаймын ғой. 30%. Жаңа ғана осы бір кәсіпкерге шығарып бердім. Болды аға, шешілді ғой. Айбек Ахметович, сіз пара алу фактісі бойынша тұтқындаласыз. Алып кетіңдер.
Ана жігіттің қатысы жоқ, жібере салыңдар. Бәсе. Мен үйге безе іздеп жүрдім. Братан, естіп тұрған не? Братан, ана кісіні күтейін ба? Иә, күт келеді 15 жылдан кейін. Түскеден келе ма, түстен келе ма? Ойбай, естіп тұрады ғой. Құттықтаймыз. Рахмет. Жаңа бизнесіңіз құтты болсын. Не ашам деп шештіңіз? Магазинде ол, магазинде сондай. Онда ескерте кетейін. Әрбір айдың 29-ына ақша төлеуді ұмытпаңыз. Егер төлемеген жағдайда сізге пене жүретінін ескерте кетейін. Оны уайымдамаңыздар. 29-на жеткізбей төлеймін ғой. Негізі әр айдың 28-інде төлеуге бола ма? Негізі заң бойынша 29-на төлеуіңіз керек. Бірақ өз қалауыңыз. Просто февральда 29 жоқ дегенім ғой. Онда тағы да бір ескерте кететін жайт бар. Займ финанстың тағы да бір ережесі бар. Егер сіз мүлдем төлемей қойсаңыз, кепілдікке қойған мүліктеріңіз банк есебіне өтеді. Иә, оны түсіндім. Рахмет. Зайым деп жүріп, зайымыз шығарып жүрмесеңіздер болды ғой. Бір-екі. Құрметті менің сайлаушыларым, егер де маған дауыс берсеңіздер, мен қалайда деп қалжыңдап кетсең да. Әзіл әрине. Баршаңыз қош келдіңіздер. Бүгін менің осы Қанат деген супермаркетіме енді әрине ашылу салтанатында бүгін Қайрат Нұртас келіп ән айту керек еді. Енді өкінішке орай ол кісі ұйықтап қалды, или самолеттен қалып қойды ма? Мүмкін шақырмаған шығар, әйтеуір келмеді шыны керек. Бірақ ең бастысы сіздер барсыздар. Біз ашылу салтанатын бастаймыз. Лента қояйық. Барлықтарыңызға ішке кірулеріңізді сұраймыз. Бүгін біздің сауда үйімізде 50% сіздерге скидка. 50% көтеріп жібергенсің ғой. Апыр. Кеп тұрыңыздар. Кеп тұра ғой, ә? Пауыр молда болмадың ба? Кассир қайда? Кассир жоқ па немесе? Кассир. Кассир алмаппыз ғой. Немене кассир жоқ? Сонда тегін берейін деп жатсың ба? Неге тегін береді екенбіз? Біз бүгін ашылып, бүгін жабылып қалсын деп тұрсыздар ма? Заттардың бәрін алған жерлеріңізге апарып қойыңыздар. Ертең ашыламыз. Ертерек айту керек. Сонда мен қайтадан орнына апарып қоюым керек па? Жоқ, айтыңызшы, милион масқара. Сабыр, тынышталамыз. Кассир бар. Саудаңызға рахмет. Кеп тұрыңыз. Жақсы сау болыңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Жұмысқа охранник алмайсыз. Біз қаланың қақ ортасында магазинбіз, орнық болады деп ойлайсың ба? Алмаймыз. Кете беріңіз. Керек. 8-де кел жұмысқа. Рахмет. Тастап кет ананы. Жоқ, сізді алмаймыз. Неге? Өйткені сен бойың қысқа, аяғы кішкентай. Жұмыстан қалып қоя бересің сен. Қалайсыз? Жақсы. керек еді, адам алмайсыздар ма? Адам алып атырықпыз, иә. Есімің кім? Тұрсынбек. Қабылдандым. Тұрсынбек жұмсауға арманым еді ғой. Автобуспен келем ғой. Автобустан да қалып қоясың ғой сен, бауырым. Тез жүресің ба, өтініш? Саламатсыз ба, ағай? Саламатсыз ба? Сіздерге кассирші керек емес па? Әрине керек бізге. 25-ке 25 қосшы. 50? Қабылдандың? Рахмет, ағай. Математик. 8-де кел ертең, ә? Жарайды. Сіздер аман Şarap, stakandar arak. Aygülge marat barat, kalganдар қалат. Қиылған қас, ойбай Дженнифер Мас, қасында қасқырлар аш, бүгін жалпыда, жемей оянды туқашқа. Бақырма шулай тыныш. Да, детка, сенікі дұрыс, кошка, я не хочу бұрыс.
Сосын үйден шығасың да, короче, мүмкін ұстайсың. Я дұршы бір темекі шегіп аласың да. Саламатсыздар ма? Жүкпәдасың, бай-бай, жүкпәдасың. Жүкпәдасың, бай-бай. Алда-валда ход, қыздар көпқа келе саты, сен мамалары дында демей жүрсе. Я тут рекламщик, маған хабарлас, баламен үйде жатып ақша тапқың келсе. Жата бермей жұмыс істе, қыртымай, алда бизнес кіріс келе жатыр ғой десе. Значит, саған жұмыс қарастыру керек, маған бір өзің қара ертең үйде шында берет кесе. Жүкпәдасың, жүкпәдасың, бай-бай, жүкпәдасың. Жүкпәдасың, бай-бай, жүкпәдасың. Жүкпәдасың, бай-бай, жүкпәдасың. Жүкпәдасың, бай-бай. Қалайсыңдар? Денсаулықтарың қалай, жақсы ма? Қалай жаңа серия ұнады ма? Давай мен сіздерге келесі серияның қалай болатынын түсіндіріп берейін. Ол үшін описанияға өтесіздер, сілтеме арқылы ішіне кіріп, бизнесмен қанат серияны тауып алуларыңызға болады. Рахмет барлықтарыңызға. Жүкпәдасың, бай-бай, жүкпәдасың. Жүкпәдасың, бай-бай, жүкпәдасың.